Келесі 5-те 37-ші есептің біріншісін шығарайық. m қосылған n, m азайтылған n. Формула бойынша a-ның орнында m тұр, v-ның орнында n тұр. Сонда тең m-ның квадраты азайтылған n-ның квадраты болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. Q азайтылған пи, екінші жақшамызда Q қосылған пи. Тең формула бойынша a-ның орнында Q тұр, v-ның орнында пи тұр. Сонда Q-дің квадраты азайтылған пи-дің квадраты болады. Келесі үшінші есебіміз с азайтылған d, екінші d қосылған с. Тең қосылғыштардың орнына ауысқанымен мәні өзгермейді. Сонда с-ның квадраты азайтылған d-ның квадраты болады екен. Келесі төртіншісі a азайтылған с, екінші жақшада с қосылған a. Тең қосылғыштардың орнына ауысқанымен мәні өзгермейді. a-ны бірінші жазсақ болады. Сонда a-ның квадратынан азайтамыз с-ның квадраты. Келесі бесіншісін шығарайық. x қосылған y азайтылған x. Тең. Сонда y-ті бірінші жазуымызға болады. y қосылған x деп аламыз. Сонда y-тің квадраты азайтылған x-тің квадраты болады екен. Келесі алтыншысы y минус 5, y плюс 5. Тең, бұл дегеніміз сонда y-тің квадраты азайтылған 5-тің квадраты. Ол дегеніміз сонда y-тің квадраты азайтылған 25-ке тең екен. Келесі жетіншісін шығарайық. x қосылған 2 азайтылған x. Тең, орын ауыстырып жазсақ болады, мәні өзгермейді. Сонда 2-ның квадраты азайтылған x-тің квадраты. Ол дегеніміз 4 азайтылған x квадрат болады. Келесі 8-сін шығарайық. 1 азайтылған a, 1 қосылған a. 1-дің квадраты ол 1-ге тең, азайтылған a-ның квадраты болады екен. Келесі 9-сін шығарамыз. n азайтылған 2m, m қосылған 2m. Ол дегеніміз n-ның квадраты, ол n-ның квадратының өзіне тең болады, минус 2m-ның жақша сыртында квадраты. Тең n-ның квадраты минус 4m-ның квадратына тең. Келесі 10-сын шығарайық. 2x минус 3y. Так, 2x плюс 3y. Тең 2x-тің жақша сыртында квадраты минус 3y-тің квадраты. Тең 4x-тің квадраты минус 9y-тің квадраты болады. Келесі 11-сін шығарамыз. 8a қосылған 9v, екінші жақшамыз 9v азайтылған 8a. Тең орны ауыстырып жазсақ болады. Сонда 9v-ның жақша сыртында квадраты минус 8a-ның жақша сыртында квадраты. Ол дегеніміз 81v-ның квадраты азайтылған 64a-ның квадраты болады. Келесі 12-сін шығарайық. 5x қосылған 3y минус 5x. Сонда 3y-тің квадраты азайтылған 5x-тің квадраты. Сонда 9y-тің квадраты азайтылған 25x-тің квадратына тең болады екен. Келесі 5-те 38-ші есептің біріншісін шығарайық. m минус 3, m плюс 3.
А-ның орнында м тұр, В-ның орнында 3 саны тұр. Сонда м-ның квадраты минус 3-тің квадраты болады. Ол дегеніміз м квадрат минус 9-ға тең. Келесі екіншісін шығарайық. S азайтылған 7, S қосылған 7 тең. А-ның орнында S тұр, В-ның орнында 7 тұр. Сонда S-тің квадраты азайтылған 7-нің квадраты тең. Сонда S-тің квадраты минус 7-нің квадраты бізде 49 санына тең екен. Сонда келесі үшіншісін шығарайық. 4 қосылған 5А, 5А азайтылған 4 тең. Минусқа қараймыз, 5А бірінші тұр. Біз 5А-ны қосу 4 деп жаза аламыз, себебі қосылғыштардың орны ауысқанмен мәні өзгермейді деген заңдылық бар. Сонда 5А-ның жақша сыртында квадраты минус 4-тің квадраты. Ол сонда 25А-ның квадраты минус 16-ға тең болады. Келесі төртіншісін шығарайық. 7х минус 2, 7х плюс 2 тең. 7х-тің жақша сыртында квадраты минус 2-нің квадраты. Сонда ол 49х-тің квадраты минус 4-ке тең болады екен. Келесі бесіншісін шығарайық. 8b қосылған 5а. Екінші 5а минус 8b екен. Тең 5а-ның жақша сыртында квадраты минус 8b-ның квадраты деп аламыз. Тең. Сонда 25а-ның квадраты минус 64 бұның квадратына тең болады. Келесі алтыншысын шығарайық. 6-шы 10π азайтылған 6q, 10π қосылған 6q тең 10π-дің квадраты азайтылған 6q-дің квадраты тең. Сонда 100π-дің квадраты азайтылған 36q-дің квадраты болады. Келесі 5-те 39-шы есептің біріншісін шығарайық. Минусы а қосылған д, екінші жақшада с қосылған д тең. Бірінші жақшаны д азайтылған с деп жазылайық, ал екінші жақшада орын ауысқанмен мәні өзгермейді деген заңдылыққа сүйенеміз, д қосылған с деп жазамыз. Сонда д-ның квадраты минус с-ның квадраты болады екен. Келесі екінші есебі минус а қосылған в. В азайтылған а тең в азайтылған а деп жазылайық. Екінші жақшаны дәл солай жазамыз. В азайтылған а. Сонда бұлдығымыз в азайтылған а-ның екеуі бар деген сөз. Сонда квадраты. Бұл қысқаша көбейту формуласы бойынша ашатын болсақ, в квадрат минус 2в а қосылған а квадратқа тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Минус x минус y, x минус y тең. Бірінші жақшада минусты жақшаның сыртына шығарып жіберем. Сонда x плюс y болады. Екінші жақшада x минус y тең. X минус жазып аламыз да, қысқаша көбейту формуласы бойынша жинақтасақ, x квадрат минус y квадрат болады. Енді минуспен жақшаның ішін ашып шығайық. Ол дегеніміз сонда минус x квадрат плюс y квадратқа тең екен. Немесе тең деп y квадрат минус x квадрат деп жазып алсақ та болады. Келесі төртіншісін шығарайық.
а қосылған в минус а минус в тен а қосылған в-ның өзін жазып қоямыз. Көбейтілген минустың жақшаның сыртына шығарып жіберсек, а плюс в-ға тең болады. Тең минус а плюс в-ның екеуі, яғни квадраты болады. Минус дейміз, жақшаның ішін ашып шығамыз. Сонда а квадрат қосылған 2а в қосылған в квадрат. Тең, енді оны минуспен ашып шығатын болсақ, минус а квадрат минус 2а в минус в квадратқа тең болады. Келесі 5-шісін шығарайық. X минус y минус x тең. Бірінші жақшадан минусты жақшаның сыртына шығарып жіберем. Сонда y минус x деп жазып алсақ болады. Екіншісін дәл сол қалпында жазамыз. Тең минус y минус x-тің квадратына тең. Тең минус деймді, жақшаның ішін қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамыз. y-тің квадраты минус 2yx қосылған x-тің квадраты болады. Тең, енді минуспен ашып шығатын болсақ, минус y-тің квадраты плюс 2yx минус x квадрат болады екен. Келесісін шығарайық. 6-шысы минус а минус в бір жақшада, екінші дәл солай минус а минус в бір жақшада тең. Минусты жақшаның сыртына шығарып, 2 минусты плюс қыл жазып жіберсек болады. Сонда а плюс в болады. Екінші жақшамызда а плюс в болады. Ол дегеніміз а плюс в-ның жақша сыртында квадрат деген сөз. Сонда қысқаша көбейту формуласы бойынша ашатын болсақ, а квадрат қосылған 2а в қосылған в квадратқа тең екен.